Сәлем достар, бүгін сіздермен ет асамыз. Бешбармақ қазақтың ұлттық тағамдарының бірі болып саналады. Жібіген ет пен қазыны осылай кастрөлімізге салып пісіріп аламыз. Өстіп қайнап қалған кезде сорпаның бетіндегі көбігін сүзіп аламыз әбден. Сорпамыз таза болып шығу үшін. Піскен етті түсіріп аламыз да, сол сорпаны сүзіп, тазалап, одан кейін үстіне осындай қамырымызды саламыз. Мендегі магазиндегі дайын қамырлардың бірі. Піскен етімізді осылай турап аламыз. Үйде өзіміз асып жегенде осылай етімізді табаққа турап сала саламыз. Ал кісі келген кезде, үлкен кісілерді қонаққа шақырғанда, сыйлы қонақтарды қонаққа шақырғанда, еттерімізді мүшелеп турамай қоямыз. Суылған қазыны осылай домалатып тураймыз. Қазыны суытып тураса, осындай әдемі домаланған қазылар туралып шығады. Нанымыз пісіп, етіміз туралып жатқан кезде осындай тұздық дайындауға кірісеміз. Бір пиязды турап, осылай үстіне тұз бұрышын салып, қайнап тұрған сорпадан құямыз. Сосын бұқтырамыз. Мінекей достар, біздің асқан етіміз бен нанымыз дайын болды. Сіздер мен біздерге ас болсын. Осылай етті асып, үстіне қазысын турап пісіріп көріңіздер. Өте дәмді шығады. Сіздермен болған Алия. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.